Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгінгі видеода сүлікпен емдеу әдісі жайында айтатын боламын. Сүлікпен емдеу әдісі көптеген жылдар бойы қолданылып келеді. Бұл жәндікті ем ретінде біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда пайдаланған. Мұндай емді гирудотерапия деп атаған. Қазіргі таңда сүліктердің 400-ге тарта түрі бар. Алайда олардың ішіндегі медицина сүлігі ғана емге пайдаланылады. Сүлікпен емдеу тәсілі заманауи емдеу тәсілдерінің ішінде бірінші деңгейден орын алады. Оның адам ағзасына әсері барлық деңгейде көрінеді. Мәселен, рухани, жігерлілік, психологиялық, физиологиялық, биохимиялық және тағы да басқалары. Мамандардың айтуынша, адамнан қан алу қандағы плазма құрамындағы лимфоциттердің мөлшерін өзгертеді. Ал сүлік сілекейінде 40-қа жуық ферменттер бар. Бұл ферменттер адам ағзасындағы қанның, жасушалардың, лимфалардың микроциркуляциясын жақсартып, қалпына келтіреді. Нәтижесінде қан қысымы бір қалыпқа түсіп, мүшелердің ісуі басылып, аурулар басылып, ишемия дерті емделеді. Ең бастысы, адам ағзасындағы барлық қан айналым жүйесінің жұмысы қалыпқа түседі. Ем қабылдау сүйек, бұлшық еттер және буындарға оң әсерін тигізеді. Сүлікпен емдеудің арқасында қанның ұйығаны тарқап, зарарсыз ісіктер жазылып, иммунитет көтеріліп, зат алмасу процесі жақсарады. Сонымен қатар бұл жәндікпен емдеу адам ағзасындағы энергетиканы қалыпқа түсіріп, көңіл күйді көтеріп, ашушаңдықты басып, күйзелістен шығарып, ішкі қорқынышты басады. Жұмысқа деген қабілеттілігін ашып, жыныс жолдарының жұмысын жақсартады. Сүлік сілекейі құрамында адам ағзасына пайдалы көптеген элементтер бар. Яғни сілекейі қандағы микроциркуляцияны арттырып, нәтижесінде жасушаларды оттекпен және пайдалы элементтермен толықтырады. Сүлікпен ем қабылдау физиологиялық және психологиялық көзқарас тұрғысынан қарасаң өте нәтижелі. Себебі олар табиғи, ауыртпайтын тірі ине болып табылады. Олар денеге жабысып шыққаннан кейін бірден ауыртпайтын фермент бөледі де, ем барысында оның қадалып, жабысып тұрғандығы білінбейді. Шаққан жеріндегі тамырлар кеңейіп, қан ағады. Ем барысында сүліктер бірден қанды ағызып, бірде қан құрамына түрлі ферменттерді бөліп жіберіп отырады. Медициналық сүліктер тек қана емдік қана емес, сонымен қатар ағзаны жақсартатын қасиетке ие. Сол себепті оларды косметологияда өте жиі қолданады. Сүліктің әйел ағзасына әсері өте тиімді. Ол қанды сору кезінде күшті рефлекторлық ықпал жасап, нәтижесінде кіші жамбастағы қабыну және іркілу процесін тоқтатады. Жатырдың қабынбалы және созылмалы дерттерін емдеп, мастит, миома, мастопатия дерттеріне шипа. Сүлікті арнайы медициналық фабрикаларда өсіріп таратады. Медициналық сүліктің нәтижелі болуы үшін дененің биологиялық белсенділігі жақсы жерлеріне қою керек. Бір емге пайдаланылған сүліктерді келесі емге қолдануға болмайды. Сүлікпен ем қабылдаған соң 1-2 тәулік суға түсуге болмайды. 4-тен көп сүлік пайдаланып ем қабылдаған жағдайда емделуші 1-2 күн төсек режимін сақтауы керек. Құрметті достар, егер де видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Алда әртүрлі пайдалы кеңестер мен қызықты деректер ұсынатын боламын.